Саламатсыз ба? Біз мынау сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларына деген халықтың пікірін, ойын білу мақсатында біз әлеуметтік сұхбат жүргізіп жатырмық. Сондықтан сізге бір үш сұрақ қойсақ, рұқсат етсеңіз үш сұрақ қояйық. Енді жалпы сіз облыста жүріп жатқан сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларына хабардарсыз ба? Хабарыңыз бар ма алдын алу шараларына? Енді облыста біршама жұмыстар атқарылып жатыр ғой. Кез келген мекеменің өзінде қазір сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға байланысты жаңағы түсіндірме жұмыстары, семинарлар өткізіліп жатыр. Сонымен бірге көбінесе халық арасында жақсы жүргізіліп жатыр деп ойлаймын. Кейінгі уақытта осы бұл жоспарлар тиімді түрде өткізіліп жатыр деп ойлаймын. Өйткені халықтың көбісі хабардар. Мысалы жаңағы 1424 телефонына хабарласу керектігі екендігін, сенім телефонына хабарласу керектігі екендігін, және де қандай шаралар қабылдау керектігін кез келген жаңағы халықтан сұрасаң біліп жатады. Оның барлығы жаңағы сол түсіндірменің жұмыстарының, насихаттық жұмыстарының осы әсіресе бұқаралық ақпарат құралдарында көп жарияланатындығының арқасы деп ойлаймыз. Енді сіз жүріп жатқан осы сыбайлас жемқорлық шараларына көңіліңіз толады ғой, көңіліңіз тола ма? Қанағаттанасыз ба? Ақпараттық түсіндірме жұмыстары белсенді түрде жүргізіліп жатыр деп ойлаймын. Енді ол әрмен қарайғы енді әр азаматтың өзінің санасына, несіне байланысты ол қабылдау, ол жұмыстарды дұрыс қабылдау, жаңағыдай немесе соны әрі қарай алып кету, осы сыбайлас жемқорлықты болдырмау шаралары. Сондықтан ол жалпы халық арасында ол жұмыстар белсенді жүргізіліп жатыр деп ойлаймын. Рахмет.